Бүгінгі тақырыбымыз енді қабір әлемі, қабір жайында, қабірге бару әдебі жайында болады. Иншалла, баршамызға белгілі, адам қайтыс болған уақытта адамды жерлейді. Жерлегенде қайырге, қабірге, зиярат деп айтады, бейіт деп айтады, қабір деп, қабірстан деп айтады, сол жерге апарып адам жерлейді. Енді жалпы адам қайтыс болған кезде, ол адамды жерлеу парыз болады біздің. Парыз. Неге деген уақытта, егер де адамды жерлемейтін болса, адамның денесі құрметсіздік пайда болады екен, адамның денесіне деген. Мынау білеміз, Алла субхану ва тағала Құран-ы Керимде «Уәләқад каррамна бәни Адам». Ақиқатында біз адам баласын құрметті, ардақты еттік дейді. Адам баласы негізі құрметті жаратылыс. Адам баласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, тірі күнде қандай құрметті болса, адам қайтыс болғанда сондай құрметті болады екен да. Сол үшін марқұмды тез жерлеу, оны құрметтеу болып есептеледі екен. Егер де марқұм денесі жер бетінде қалып кететін болса, ұзақ қалып кететін болса, жағдайды баршамыз білеміз. Сол үшін марқұмға деген құрметті ағайын, бұл қайтыс болған кезде жерлеу екен да. Бұл тірілердің мойнындағы парыз екен. Туысқандары болса, әрине туысқандары оны жерлейді. Бұл қабір бізге белгілі, барсақ 2 метр, 2 былай, 1 метр былай, 2 метр былай қазылады. Кіндікке шейін, кеудеге шейін қазылады. Арзан кішкентай үй болады. Үй отыратын болады, кейде биік қып жасайды. Бірақ бір мәселеде, бұл қабір біздің көзімізге 2 метр жер болғанымен, ізгі адамдар үшін ол кең болады екен да. Адам жағдайына байланысты екен. Адамның қабірдегі жағдай адамның амалына байланысты. Біздің сыртымызға, біздің көзімізге кішкентай болып көрінгенмен, ізгі амал жасағандарға қабір өте кең болады екен. Көзі қанша жақты көретін болса, солай кең болады екен. Ал егерде амал нашар болатын болса, 2 метр емес, қабір одан тарбақ болады екен, құрметті ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, егерде бір жаназаға баратын болса, жерлегеннен айтады екен да, қазір мына бауырларыңа кешірім сұраңдар. Және де мына жердегі сұрақ жауапқа жауап беруін қойдан тілеңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатын болған. Ол жерде сұрақ жауап болады. Адам қабірге қойылған, кейде ойлаймыз ғой, адам мына өмірде өмір сүрді, бала шаға арттырды, дүние тапты. Бұл айтқан уақытта арманы жоқ қой, болды, кетті ғой деп айтамыз ғой. Дұрыс, арманы жоқ шығар біздің көз қарасымызға. Бірақ ана жақтағы жағдайын білмейміз ғой біз. Өйткені ана қабірге қойылған уақыттан бастап не қылады, оның алдына 2 періште келеді, сұрақ жауап қылатын. Оның жағдайын сұрайды. Қараңыздар, оның жағдайын сұрайды. Бұл жағдайын сұраған уақытта қандай жағдай? Мына өмірін қалай өткізді? Не нәрсеге сарытпады? Намаз оқыды ма? Зекетін берді ма? Парыз болған болса қажылық амалын өтеді ма? Аллаға иман келтірді ма? Алланы шынымен жақсы көрді ма? Қараңыздар, сұрақ жауаптар болады екен.